Саламатсыз ба, дәрігер? Саламатсыз, кел. Не жағдай айта бер? Менің соңғы кездер жүрегім ауырып, қарным ашып, ішім күйіп, сосын көзім соқыр болып бара жатыр. Сосын семіп бара жатырмын. Ойпырым, мынадай симптомдармен саған дәріханаға барып жатып алу керек қой. Бұл көп болды ма мынадай жағдайдың басталғанда? Енді өзіңіз де білесіз ғой, еліміздің соңғы кездері қаншалықты қиыншылықтарға тап болып жатқанын. Соған еліміздің, халқымыздың жағдайын ойлап, жүрегім ауырып жүр. Содан мынау жастардың көбісінің бұзылып бара жатқанын көрсем, қарным ашады. Кейін осы жастарға тәрбие бере алмай жатқанымызды көріп, менің ішім күйеді. Содан осы жұмыста жақында бір проект уақытында бітіргем ғой. Соған бастық барлығының көзінше мені мақтап, сол мақтаудан кейін семіріп бара жатырмын. Енді сол жұмыстастарының алдында соларды менсінбей көрсоқыр болып жүрмін. Қарағым, саған шынымен бірдеңе болып қалған шығар десем, сен не мені мазақ қылып отырсың ба? Енді көріп тұрсыз ғой, жағдайымды көмектесіңізші. Сен мына әңгімеңе сен түгіл менің басым ауырып кетті. Саған маған емес, ана психологқа бару керек, баршы. Бар. Келесі. Саламатсыңдар ма? Мына жарақаттарының ауырлығына байланысты кезекке тұрыңдар. Ойбой, мынаған не болған? Сен кел, бірінші кіресің. Жылжыңдар. Саған не болды? Мен өзімді кішкене сезініп тұрмын. Онда ештеңе етпейді, кезектің соңына тұр бар. Сен ба 4-ші қабаттан құлаған? Сен жақында қазір 2-ші кіресің. Тоқтаңыз. Сонда мен соңғы болып қалғаным ба? Енді сен тоқтай тұрсайшы, қарағым, жарақатын бұлай жаман емес сияқты. Сол керек па сізге? Ойбай, сен бірінші кір. Саған маған емес, психологқа бару керек қой. Кел. Күте тұр сен. Жаның шыққыр.